Адам бір депрессияның есігін қағайын деп тұрған кезде, ауырған кезде әртүрлі өзінің тәсілдері бар ғой, жазылудың. Дәрі ішеді, қыдырады деген сияқты, я. Мен базарға келем ғой. Бала шағаға кәмпит пішіне алма банан алсам да базарға келіп, осында апайлармен әңгіме айтып, сүтпен шайын ішіп, ойбай не ішіншің, туайын деп атсың ба уже деп, мен келінім туды ғой деп, құтты болсын деп, общем сол ғой әңгіме ше. Осыдан жазылам ғой мен. Ет алатын өзімнің әсем тәтем. Тәтем мен қандай қазы нейін жегім келеді деймін ғой. Бірақ үйге апарып жесем, оны көзім тоймай көп жеп қоям десем, осы жерде отырып, мына шайыңмен жеп ал деп қарасаңыздаршы, маған кесіп беріп жатсын. Базарға келсем аш қалмаймын. Рахмет әсем тәте. Мына қартаны тұрсын қарасаңызшы енді. Құдай. Мә, порша болып терлеп жатырмын ғой мен кәдімгіден қарасаңыздаршы. Сұмдыға осы тереді ғой, шықпай жүрген. Бұл енді қазір үйге кірем дегенше қайтадан қатады ғой. Не істемей? Ертең туып болғаннан кейін Зелено базардағы күштілеп тұрып шай құйып беретін Баян апайымды қасыма шақырып алайын ба, қырқымнан шыққанша. Осы кеңға жетпей жүргені. Шеке басым бәрі тырысып. Ешкім жақтырмай жүргенім. Ойбай, қараңыздар. Машинаның ішінде атам жаудан қайтпаған, апам шайдан қайтпаған деп, ана базардың, көк базардың 2 стакан Баян апайдың шайын ішіп ап жепсеп, шілде тері шығып атқан қатын сияқты отырым, жайында қалды ғой. Тер қатты да қалды. Менің мына аққасы алхамдулилля. Менің мына бетім домалақ болғаннан кейін шапқы жараспайды маған бит басып кие салатын. Кепкі жараспайды бит киетін. Оны аламыз деп киіп көріп қойдық. Маған андай қазақша мына жерінде бір жүні бар сияқты, бөрік сияқтылар бар ғой, сондайлар жарасады. Бетім доп-домалақ болып. Сондай біреуін алып қою керек екен бар ғой. Уже жасың 30-дан кейін ақырындап мынау желкетсіңді, жауырныңды жел қағады екен, оны сезеді екесің. Қытырлайтын жердің бәрі қытырлап, сықырлайтын жердің бәрі сықырлайды екен ғой. Аяқ қақсап, балтырсыздап, ойпырмай. Біраз күн Сарыбай елде болған жоқ. Шетелде болды, бүгін кешке келеді. Өзім қызғанып, жүз ойланып, мың толғанып, сен кетсең мен туып қоям деп әрең жіберіп ем. Қасақана мына 4-еуі қатар ауырып, таңымыз 3-ші дүниежүзілік соғыспен атып, кешіміз сомен батып атыр. Отырса аш аузыңде пашамайттың баласы деп бар ғой. Айғай қырғынмен өмір сүріп атырмыз. Қазір кешкісін келсін, әкесі аман есен 4-еуінде қолына өткізем. Мант істесем беген, пельмен ет ассам беген. Негіз істеген отқан жоқ. Бірақ енді ырымын жасап, қатын болып, қош келдіңіз, асыл ер деу керек болып атыршы. Мынау көп өз қолы өз аузына жеткен енді отбасылық достарымыз, байғатындар бар ғой, араласатын. Солар айтады да, бала ауырса, қайта скорый шақырып, бір скорыйын келетті, басқа дәрі жазып беріп кетеді. 2 сағаттан кейін басқа скорый шақырсаң, ол басқа нәрсе жазып беріп кетеді. Соның бәрін алып қалтадан қағыласың дейді да. Қазір бас қатырмаймыз дейді. Отбасылық балалар дәрігерін ап қойғанбыз дейді. Ай сайын айлығын төлеп отырамыз дейді ол кісіге. Балалар ауырса келеді, диагнозын қояды. Мысалы, антибиотик неш күн ішу керек? 3 күн ішу керек па? 3 күн укол салу керек па? Соның бәрін есептеп алып келеді. Үйде артық дәрі тұрмайды дейді. Ал бала ауырмаған кезде жылдың 4 мезгілінде мынау көктемге, қысқа дайындап, анализдерін тапсырып, баланың ағзасындағы жетпей тұрған дәрумендерді толтырып, дәрумендерін беріп, солай балаға қарайды толықтай дейді да. Негізі қаражат жетсе, сол дұрыс екен айдыңыздаршы. Қарасаңыздаршы, 1040 дәрі тұрғы, 1040. Алла нәсіп етсе енді беттері сәл бері қарайтын шығар, бүгін енді 4-ші күн ба. Бәрі қалады ертең.
Одан кейін кез келген косметика болсын, дәрінің болсын, екі түрлі срогы бар ғой. Біреуі мысалы ретінде 1 жылға шыдамды болса, оны ашқаннан кейін 30 күнге шыдамды деген сияқты. 30 күннің ішінде Құдай сақтасын, бала-шаға қайтып ауырмайды ғой, сонымен мусорға тасталынады. Кетіп жатқан есіл ақша да. Негізі миға қонымды нәрсе екен да, соны менен жасағым келіп жатыр ше, осы Алматыдан білікті, білімді, тәжірибесімен кәдімгідей балалар дәрігерін, педиатрды өзіміздің отбасылық дәрігеріміз қылып, ипімен жұмысқа алып қойғым келіп жатыр ше. Әбіржімейсің да? Үш рет емес, 1 рет. Ромаке, мен сені қатты сағындым ғой. Әкемен сені қатты сағындым ғой. Мен де сені қатты сағындым ғой. Ромаке, сен мен әкемсің ғой, я. Ромаке, сен менің әкемсің ғой, я. Адамдар, әдетте хатундар жаңағы түйені аттап, түйенің астынан өтіп, малина қайнатып ішіп, түйенің жүнін иіскеп толғақ шақырамай атса, мен толғақ тоқтатамай отырмын. Көрген астың күйік жаман деп, наның жаңа 3 тілімін жеп жіберіп ем, ананас толғақ шақырады деген рас па не? Ондай нәрселерге сенбеймін да негізі. Қызық кетіп жесағам ғой, енді қайта успокоительный, тыныштандыратын таблеткалар ішіп отырмын ғой. Бала-шағам 4-еу қормен күркілдеп, өзім 2 бетім қызарып толғатып атсам, қойшының қызы не дейді, қой кегенде кестеті кеттеп, әбіржәп туға уақытым болмай атсам, нағыз кепті ғой. Майра, андай кредит жоқ болып қалса, біртүрлі болып қалмайсыңдар ма? Өмірге талпыныстарың, құлшыныстарың болмай. Өткен 24 айдың косяк айналайындар. Күн санап, сағат санап, минут санап өсіп жатыр ма бұл алтын бриллиант деген, Құдай-ау. Қыздың көзі қызылда деп, осы қызды көтергелі, осындай нәзік дүниелерге қызығып жүрмін. Сол өткен 24 айдағы косяк құтты болсын ба айналайындар. Телеп отырмын ба? На 4 бала ауырған кезде кәдімгі мынау ваннаға түсу, шашудың өзі роскошь болып қалды ғой. Бала-шағаларың заман болсын баршаларыңыздың. Қазақтан тапқан таянғаның тойға шашылсын дейді ғой, сол сияқты бала-шағаның басы бар айналайындар. Жас кезде, бала-шаға кішкентай кезде жинап қалмасақ, маленькие дети маленькие проблема, большие дети большие проблема. Ертең бұлар өскен сайын бұлардың сұранысы, қалауы қымбаттай береді. Сондықтан да әйтеуір ұл бар, қыз ұзатамыз, келін түсіреміз. Алтынның, бриллианттың артықшылығы жоқ. Бағасы күн санап өсіп атқанын өздеріңіз көріп отырсыздар. Мынау парагенератор алғашқы болып тапсырыс берген 30 бриллиант иесіне берілеткен, бәріңізге емес, үлгіріп қаңыздар, так что. Тышқан артын көріп жара бопты дейма. Набалаға анау ішкен таблетка бар ма, антибиотик бар ма, суына дейін құсып кетті ғой, содан система алып жатырмыз ғой. Таңғарасаңыздар, система салған ек қолды. Ойбай. Қатты вниманияны қалаймыз өзіміз. Папасы Дубайдан әкеп берген ойыншықтары дейміз да. Негізі бірақ мамасы осы жақтан алып, папасын машинасы сақ қойғанда артына дайын қып. Ойбай, Дубайда атаңның құнын сұрайды ғой. Экономика айналайындар. Ойыншықтан үй салатын болсақ, уже залтамын бітіріп қоятын ек, біз залын ше. Кет баратам деп айтам, бірақ қазір ұйықтағым кеп тұр.